Мақсат қазіргі таңда Алматы қаласының тұрғыны. Отбасында 2 ұл болса, кенжесі осы Мақсат. Әке-шешесі өз қолдарымен тұрғызған баспанасын тастап кетуге қимай, өз еліне оралудан бас тартты. Ал Мақсат болса, өз еліне қоныс аударуға бел байлады. Мақсат жалғыз өзі келіншегі Айнұр екеуі өз еліне оралып, Алматы қаласына қоныстанды. Өте еңбекқор, тыным таппайтын бұл жас жұбайлар үй алу үшін аянбай еңбек етті. Сол кезде елбасымыз оралман қандастарымызға квота беретін. Алайда сол арзымас ақшаны қалтаға басып алған алаяқтардың кесірінен қаншама елін жерін аңсап оралған жандар үй күйсіз далада қаңғып жүрді. Мақсат пен Айнұр да алданғандардың бірі еді. Тапқан табыстары ішіп жеу, киім-кешек, пәтердің ақысынан артылмайды. Бір емес бірнеше жерде жұмыс істеп үй алу үшін еш аянбады. Тіпті бір пәтерде тұрса да бір-бірін көрмейтін кездері де болушы еді. Өйткені Мақсат түнгі ауысымда да жұмыс істейтін. Алып шаһар Алматыда ешбір таныс, туыс жоқ болғандықтан қыдырып барар, көңіл сергітер ешбір жері жоқ. Екеуі жұмыс бастан көтере алмайды. Солай күндер өте берді. Бәлкім айтсам өтірік дерсіз, алайда Айнұр бейресми түрде жүктілігінің 9-шы айына дейін тынбай жұмыс істеді. Іші кішкентай болған соң, босанар уақытының жақындағанын ешкімде аңғарған жоқ. Соған қарамастан ешбір қиындықсыз сүп-сүйкімді қызды дүниеге алып келді. Есімін әкесі таңдап Шырайлым деп қойды. Өзбекстаннан енесі келіп, бірнеше күн қарайласып кетті. Декреттік ақшасы, баласының жәрдемақысы, осы күнге дейін жиған тергеннің бәрін жинап, бір бөлмелі пәтер сатып алды. Бұл әлемде олардан асқан бақытты жан жоқ секілдеді. Алайда не себеп болғаны белгісіз, Шырайлым 2 айлық болған сәтте жұбайлардың арасында қатты жанжал болды. Айнұр 2 айлық сәбимен өлердей сүйген жарын тастап, төркініне Өзбекстанға еліне кетіп қалды. Соншама қиындықтан өтіп, енді ғана бақытқа жеткенде Айнұрдың неге бұлай еткені оқиға барысында айтылатын болады. Мақсат әйелінің артынан іздеп баруды ойына да алмады. Өзбекстаннан анасы Зәуреш келіп, немере қызына күтім жасап жүрді. Балам, бұлай болмайды. Бала тым кішкентай. Оған анасының сүті қажет. Сен бармасаң, біз әкең екеуміз келіннің үйіне барайық. Қаншама еңбекпен келген мына үй әйелсіз тоз-тоз болып кетеді. Жоқ, бармаңыздар. Қызымды өзім өсіремін. Оған барушы болмаңыздар. Тым құрыса не үшін кеткенін айтсаң қайтеді? Туған сәбиін тастап кететіндей Айнұр безбүйрек емес еді ғой. Егер мен адам танитын болсам, ол мұндай іске бекерден бекер баратын адам емес. Не болғанын айтсаңшы? Мама, жетер енді. Егер қызыма қарауға қиналып жүрсеңіз, еліңізге кете беріңіз. Қызыма өзім қараймын. Сен қашан бұлай өзгеріп кеткенсің? Анаңа қалай дөрекі сөйлеуге ұялмайсың ба? Сен үшін әкеңді, жылы төсегімді тастап шекара асып, келгендегі естіген алғысым осы ма? Қайырымсыз надан болыпсың. Міне қызың. Ал, кәне қара. Мама, мен негізі. Зәуреш ұлының сөзіне құлақ аспай, түс ауа үйден шығып кетті. Шекара асып, түннің бір уақытында үйіне келді. Әйелінің түнделетіп жүргеніне жолдасқан таңданып қалды. Әй Зәуреш, неге түнделетіп жүрсің? Не болды саған? Ана балаң әйелі кеткен соң жындануға шақ қалыпты. Келінді қайтармасақ болмайды. Сен үйден қуып шықты ма? Жоқ, қуған жоқ. Оның әбіржеулі түрін, қызына қараған сайын көзіндегі өкінішін көруге жүрегім шыдамады. Келінге не істегенін айтпайды. Біз араласпасақ бұл мәселе шешілмейді. Балаң өзі не деп отыр? Келінмен бірге жасаймын дей ме? Жасамай қайда барады? Таңертең келіннің үйіне барайық. Құда-құдағидың алдынан өтіп, келінді баламен табыстырайық. Келін байқұс сондай тәрбиелі жан. Оның бұл ісінің себебін еш түсіне алар емеспін. Жолдасхан мен Зәуреш келіндерін алып қайтатындарына сенімді болып, құда-құдағиларының үйіне барды. Алайда құдалары құшақ жая қарсы ала қоймады. Ұлдарының не бүлдіргенін естігенде ұяттан кірерге тесік таппады. Айнұр өз шешімін өзгертпейтінін нық сеніммен айтып,
ата-енесін шығарып салды. Жолдасхан үйіне жеткенше ашудан жарыла жаздап әрең шыдады. Жеткен бойда әйеліне бас салып ұрса жөнелді. Балаң бізден жыраққа кетіп құтырайын деген екен. Оған берген тәрбиеміз ауаға ұшқаны ма? Оның ісін дұрыс демеймін. Алайда ол біздің баламыз. Оның ендігі өмірі не болмақ? Кіп-кішкентай сәби анасыз қалай өмір сүреді? Мен оған ескерттім емес пе? Кетпе дедім. Ол мені тыңдамай кетті. Ал енді өз қолымен жасаған қиындығымен өз алыссын. Оған бармайсың. Оның атын да атама. Иттей болып өз аяғымен қайтып келеді. Ойбай-ай, жарық дүниеге енді ғана келген сәбидің күні не болмақ? Балаң ол қызға қалай қарай алады дейсің? Бармайсың дедім, бітті. Зәуреш екі оттың арасында қалғандай, кетейін десе жолдасының ит мінезінен қорқады. Не істерін білмей әбігерге түсті. Әйелінің келмейтініне көзі жетіп тұрса да, үмітсіз шайтан демекші анасынан бір хабар күтіп мақсат жол қарап жүрді. Бір шама уақыт өткен соң үмітін үзіп, қыз үшін ес жиып, тіршілік қамына кірісті. Мен ешкімнің көмегіне зәру емеспін. Қызымды өзім-ақ өсіремін, деп намысын бір қайрап алды. Әйтсе де, жаңа туылған сәбиге қарау еркек адам үшін оңайға соқпасы анық. Екеуінің күн көрісі үшін жұмыс істемесе тағы болмайды. Бірге істеген жолдастары арқылы тұрмыстан қайтқан бір әйелді тапты. Есімі Гүлмира. Жасы мақсатпен тетелес екен. Екеуі кездесіп, бірден келісімге келіп, екі жарты бір бүтінге айналды. Гүлмира кіп-кішкентай шырайлымға тезақ бауыр басып қалды. Мақсат әке-шеше, туғандарынан ешбір қолдау күтпей, оларға еш ескертусіз осылайша өзі жаңа өмір бастап еді. Бұл хабар шекара асып, әкесінің құлағына жеткенде, Жолдасхан ұлының бұл әрекетін ақтаусыз еш негіз таппай біржолата өз ұлынан бас тартты.